жеміс ағаштары болсын, басқа егін түрлерінде неше күнде суғарамыз деген сұраққа жауап берген агроном, ол агроном емес. Себебін түсіндірейін. Ағаштар мен егінді суғарғандағы әр судың аралығы ол бірінші қоршаған ортаға байланысты. Ең басты көңіл бөлетін нәрселеріңіз ол топырақ. Мысалға, сазды топырақ пен құмақ топырақты алайық. Сазды топырақ су ұстағандықтан, сазды топырақта егінді суғару аралығы біршама 1-2 күн, 5-6 күн, кейде көптеу болуы мүмкін. Ал құмақ топырақта ол құмға сіңген судай болып кетіп жататыннан кейін, құмақ топырақта егілген егінді ағаштарды жиі суғарамыз. Ол біріншіден. Екіншіден көңіл аударатын нәрсе ол жерасты сулары. Кейбір жерлерде жерасты сулары 1,5-2 метр жерде болады да, ызалап топырақты ылғалдығын қамтамасыз етіп отырады. Кей жерлерде жерасты су 20-30 метр тереңдікте болады. Енді бұл екінші жағдайда, жерасты су терең болған жағдайда егінді ағаштардың суғару жиілігі жақындай түседі. Үшінші көңіл бөлетін нәрсе ол құрғақшылық пен жаңбырдың жауы. Кей жылдары өздерің білесіңдер, 2 күн қатарынан жаңбыр жауады, 3-4 күн, 5 күн күн шығып тұрып, қайтадан жаңбыр айызын қандырып тұрып, ақ жауын болып жерді қандыра жауады. Кей жылдары тамшы тамбай қояды. Яғни жаңбыр жақсы жауған жылдары мүлдем суғармауға да болады. Болмаса, жаңбырлардың арасы сиректеу болса, онда сәл 1-2 су қосуға болады. Мүлдем жаңбыр тамбаған құрғақ жылдары, жер тереңге дейін, 2-3 метр тереңдікке дейін кеуіп кеткен жылдары, ол кезде суғару жиіленеді, әр судың арасы жақындай түседі. 5-ші көңіл бөлетін мәселелеріңіз. Тағы да ауа райы. Bir жылдары күн ыстық болады, 40-тың үсті болып тұрады. Кей жылдары 28-30-ның арасында, 32-ның арасында болады. 40-тың үсті 50-ге жақындаған жылдары суғару күн мерзім қысқарады. Яғни сулардың арасы, суғаратын судың арасын күнін жақындату керек болады. Ал ауа райы салқындау болып тұрған жылдары түнде, күндізде 30-32-ден, 35-тен ары кетсе аспаған жылдары әр судың арасын біршама ұзартса болады. Бұның барлығы жердегі ылғалдың біріншіден күннің ыстығы мен желге кебуінен болса, екіншіден күн қатты ысыған кезде өсімдік өзін салқындату мақсатында жердің астындағы суды көптеп бойынан алып, бойынан ұшырады. Сондықтан да қатты аптап ыстықтарда өсімдік ыстық керімсалға күйіп кетпеу үшін топырақтың ылғалдылығы өте жақсы болу керек.